Сәлем достар, бүгін етті бәліш пісіретін боламыз, яғни мясной пирог. Өте жұмсақ, әдемі және дәмді. Бізге қажетті заттар 500 грамм ұн қопсытқыш, 250 грамм сары май, тұз және бір қасық қант және 200 граммдай сметана. Осылардың барлығын бір ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз және илейміз. Осылай барлығы біркелкі болғанша жақсылап илеп алып, салфанға орап қоямыз жарты сағаттай. Достар, міне жарты сағат өтті. Енді осылайша жақсылап жаямыз, дөңгелетіп, біркелкі дөңгелек болу керек. Және осылайша дөңгелетіп, артық қамырларын алып тастаймыз кесіп. Және осылай алдын ала дайындалған етімізді үстіне салып жайып шығамыз. Бүкіл жеріне жету керек. Міне екінші қамырын жақсылап жайып шығамыз. Бұл сәл жұқарақ болады. Және осылай дөңгелетіп, жайып, артық қамырын алып тастаймыз. Міне үстінен жайып, міне дәл дөңгелек қылып кесіп, артық жерлерін алып тастаймыз. Және осылай қылып шығамыз, жабамыз, өріп жан-жағын. Және үстінен жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығамыз. Пешімізді 170 градусқа қойып, 50 минуттай пісіреміз. Міне достар, біздің пирогымыз дайын. Өте керемет және дәмді. Сіздер жасап көрулеріңізге болады. Рахмет көргендеріңізге және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.